қайырлы күн. Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген жігердің күшімен келген ұлы күн. Бүгінде сол ұлы жеңісімізге 30 жыл толды. Тәуелсіздіктің тамырын тану үшін 20 ғасырдағы қазақ көрген бүкіл қасіретті айтпағанда ең алдымен 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының қадірін түсінуіміз қажет. Еліміздің болашағы үшін жас боздақтарымыздың қасық қаны төгілген қаһарлы да қасиетті желтоқсан оқиғасы орын алған жерде қазіргі таңда тәуелсіздік монументі бой түзеп тұр. Тәуелсіздік монументі 1996 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 5 жылдығына орай салынған сәулет және мүсіндер ескерткіші. Республика алаңын көркейтіп тұрған қайталанбас туындылардың бірі саналатын ескерткіштің авторы Шотау Уәлиханов. Оңтүстік астанамыздың көгімен шектесіп тұрған ұлы алтын адам қанатты жолбарысты бағындырып тұрғандай. Айналасында орналасқан туындылар қазақ халқының тарихын көз алдыма елестетеді. Тұғырлы тәуелсіздігімізді сөз қылғанда жаугершілік заманда қазақ халқының мүддесін қорғаған Абылай ханды айтпай кетуге болмайды. 18 ғасырда жоңғар езгісіне жұтылуға шақ қалғанда азаттықтың туын көтерген Абылай ханның есімі ел жүрегіне ет жақын. 300-дің басын қосқан, ал мемлекеттердің аузына іліктірмей елін аман сақтап қалған кемеңгер дипломат Абылай ханның ескерткіші 2000 жылы 16 желтоқсанда Алматы 2 вокзал алаңында бой көтерді. Ескерткіш көп деңгейлі 8 қырлы тұғырда орнатылса, Абылай ханның мүсіні қоладан құйылған. Хан ат үстінде әсем безендірілген киімде және жауынгерлік кейіпте бейнеленген. Оның оң қолында хан билігінің символы болып табылатын асатаяқ ұстап, алға қарай ұмытылып келе жатқан кезі көрсетілген. Мүсінші Сатыбалдин архитектор Ералиев пен Баймағамбетовтың қолынан шыққан ескерткіштің басты сипаты күш, билік және ұлылық болып табылады. Еліміздің жүрегі, мәдени астанамыз Алматы қаласында қазақ халқына қалтқысыз қызмет етіп, тәуелсіздік жолында құрбан болған небір тұлғаларды еске салатын ғимараттар, ескерткіштер және тарихи орындар бар. Солардың бірі алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлы тұрған. Қазіргі таңда ол Ахмет Байтұрсынұлының музей үйі болып табылады. Дәл осы баспанадан оны халық жауы аттандырып, отбасымен бірге қуып шыққан. Отбасында тұрған ұлы тұлғаны кейінгі ұрпақтары танып білсін деген мақсатта ғимаратты музейге айналдырған. Музей 1998 жылы 19 қыркүйекте қайта жөндеуден соң ресми түрде ашылды. Музей үй 4 бөлмеден және жертөледен тұрады. Музей үйдің қорында ғалымның өмірі мен шығармашылығынан сыр шертетін 500-ге жуық ресми құжаттар, жеке және ұжымдық фотосуреттер бар. Ата-бабамыздың маңдай тері мен қасық қанымен келген тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын.